Мен жіктім шыным. Апай, біз қайдан келдік? Аршын, біз Бенеу ауылымыздың жақын жерінде орналасқан Манашы сайына келдік. Мына сулар неге таусылып қалмайды білесің бе, Аршын? Жоқ, апай. Өйткені жаңбыр жауғанда, қар ерігенде судың бәрі толысады екен. Ал күннің ысысына, күннің көзінде су бу болып, аспанға ұшып, бұлтқа қосылады екен. Аршын, енді қазір бір суды зерттеп көрейік, иә? Ағып жатқан суда мен суды алайын. Аршын, судың пішіні болмайды екен, қара. Суды қай ыдысқа құйса, сол ыдыстың пішімін шығарып тұрады екен. Біз 4 бұрышты ыдыстан құямыз қазір, міне. Көрдің бе? 4 бұрыш пішімін шығарып тұр. Енді қолында дөңгелек ыдысқа қойып көрейік. Дөңгелек пішімін шығарып көрейік. Аршын, судың дәмі бола ма? Білмеймін, апай. Көрейікші, ішіп көрші кәне. Судың дәмі бар ма екен? Судың дәмі бар ма? Жоқ. Жоқ. Иісі болады екен судың, кәне иіскеп көрші. Иісі бар ма? Жоқ. Жоқ, иісі де болмайды екен, иә? Аршын, суды еріткіш қасиеті бар екен. Кәне, соны тексеріп көрейік, иә? Шекерді алып, суға салып, еріткіш қасиетін көрейік. Бұлғап көрейік, қасиетін болған Аршын. Аршын, қараш, ішінде шекер қайда кетті? Жоқ болып кетті, е? Суға салған шекеріміз еріп кетті, е? Енді шекер салған суды ішіп қараш, Аршын, дәмі бар екен? Дәмі бар екен? Шекер араласқан судың дәмі бар екен? Иә, апай. Қандай екен дәмі? Тап-тапты. Не білесің бе? Не бұл? Кемпір-қосақ. Кемпір-қосақ қай кезде шығады, Аршын? Жаңбыр жауғанда. Жаңбыр жауғанда шығады екен. Тақпақ білесің бе? Әне айта қойшы. Жаңбыр жауып басылды, аспан шайда шықты. Көкте қызыл асылды, кемпір-қосақ ашылды. Ой, жарайсың. Ол судан қызықты тәжірибеде жасауға болады екен. Кәнеке біз осы судан әдемі сиқырлы кемпір-қосақ жасап көрейік, иә, Аршын? Апай, оны қалай жасаймыз? Қазір екеуміз бірге жасайық. Кемпір-қосақты жасау үшін осы заттар керек екен. Мынау не білесің бе, Аршын, мынау не? Мынау не? Шыныдағы Шыныдағы су. жарайсың, мынау не? Секір. Иә, сосын не керек? Бояуға. Бояулар, сосын. Мынау не? Түтікше керек екен, иә? Түкше. Сосын Қалар. қалам, Қасыр. қасық керек екен. Бізге шыныдағы суға құмшекерімізді салып шығуымыз керек. Мына бірінші шыныға 1 қасық, екінші шыныға 2 қасық, үшінші шыныға 3 қасық, төртінші шыныға 4 қасық салып көрейік, кәне. Енді екінші шыныға саламыз, 2 қасық саламыз, е? Жарайсың, Аршын. Енді үшінші шынымызға 3 қасық саламыз. Санап көрші, Аршын. 2, жарайсың. Енді төртінші шынымызға 4 қасық санап саламыз. 1, 2, 3, 4. Жарайсың. Қайрап тұрайын. Секер жоқ болып кетті. Иә, Аршын. Өйткені су деген еріткіш қасиеті бар екен. Енді Аршын, суымызға түрлі бояулар қосайық, иә? Бояулардың түсін айтып шықшы, Аршын. Қандай бояу? Қасыл. Иә, енді шыныдағы суға осы бояуды салып шығайық. Қоқаландырамыз. Екінші орнымызда. Жарайсың, тағаламыз. Жасайық. Біз не зерттедік? Суды зерттедік, иә? Судың дәмі бола ма екен? Жоқ. Болмайды екен. Судың түсі бола ма? Жоқ. Болмайды. Судың пішіні бола ма? Жоқ. Жарайсың, болмайды екен. Біз судан не жасадық? Аршын? Кемпір-қосақ. Кемпір-қосақ жасадық.
осымен сол зерттеу аяқталды.